Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге in және into деген сөздердің айырмашылықтарын түсіндіретін боламын. Жалпы into да екеуі де іші деген мағынаны білдіреді. Бірақ in дегеніміз бұл бірдеңенің ішінде тұру. Қозғалмайсыз, жай ішінде тұрасыз. Ал қозғалуыңыздан болады, бірақ негізі сол ішінде жүрсіз деген сөз ғой. Ал into дегеніміз бұл сырттан ішке кіру. Бір жерден бір жерге кіру, направление, действие жасасаңыз, сізде into болады. Сол жерде ішінде жүрсеңіз, онда in болады. Мысалы, the fish swim the river дейді. Балықтар өзеннің ішінде жүреді дейді. Яғни балықтар сырттан бір жақтан кірген жоқ қой ішіне, олар ішінде итакта жүр деген сөз, иә? Значит, не болады? In болады. The fish swim in the river болады. Келесі, the man jumped the pool. Pool деген бассейн, jump деген секіру, бір ер адам, иә, бассейнге секірді дейді. Ол бассейннің ішіне не істеді? Секіріп кірді. Значит, ол жерде бізде не бар? Направление действия бар. Сондықтан into болады. They are standing the room. Room деген бөлме, stand деген тұру. Олар бөлменің ішінде тұр. Олар просто бөлменің ішінде тұр. Олар бөлменің ішіне кіріп келген жоқ, олар бір действие жасаған жоқ, просто бөлменің ішінде тұр. Значит, не болады? In болады. The teacher walked the class. The class деген сынып, walk деген жүру деген мағына білдіреді, жаяу жүру. Teacher деген мұғалім. Мұғалім сыныптың ішінде жүру де мүмкін, сыныптың ішіне кіру де мүмкін. Сондықтан не болады? Егер біз the teacher walked in the class десек, мұғалім сыныптың ішінде жүрді деген мағына білдіреді. Ал the teacher walked into the class деп айтатын болсақ, мұғалім сыныптың ішіне кірді деген мағына білдіреді. Келесі, the bird flew the cage. Cage деген бізде тор деген сөз, flew деген ұшты, құс тордың ішіне ұшып кірді дейді. Яғни бұл жерде сіздерде into бола ма, әлде in бола ма, өзіңіз жауабын тауып комментарийге жазып беріңіз.